Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен брокколиден осындай салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, жасап жеңіздер достар. Дәруменге толы, ағзамызға керек тамаша керемет салаттардың бірі болып табылады. Және де ең алдымен брокколимізді жақсылап тазалап алып, қайнап тұрған суымызға салып 3 минут қайнатып алатын боламыз. 3 минут, 5 минут одан көп қайнатпаңыздар достар. Себебі бойындағы керекті витаминдері жойылып кетеді. Және де осылай тостағымызға брокколимізді ажыратып алып, мұздай суға, суық суға салып қоямыз. Мұз болса, мұзды да салып қойыңыздар. Тәтті бұрышымызды турап салдым, және де брокколимізді осылай 2-3-ке бөліп, жақсылап әдемілеп осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай турап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай турап алдым, және де енді қызанағымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай, яғни помидорымызды осылай турап алатын боламыз әдемілеп. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын болам достар. Және де айта кетейін, менің каналымда плейлист бар, сол жерде басқа да салат түрлері бар. Қолжетімді заттардан жасалатын тағам түрлері бар, кешкі ас түрлері бар. Менің каналымнан плейлистке кіріп, өзіңізге керекті рецептерді көрсеңіздер болады. Және де енді қиярымызды осылай, огурцымызды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай 4-ке бөліп жақсылап турап алатын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер достар, дәмі ерекше, әдемі, ағзамызға керек салаттардың бірі болып табылады. Міне, және енді жақсылап жуып тазаланған осындай көк пиязымыз бен кинзамызды жақсылап турап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, міне, жақсылап әдемілеп турап алып, және енді мен өзім соус дайындадым. Сіздер соус ұнатпасаңыздар, бұндай соус оливковое масло құйып, тұз қосып жесеңіздер болады. Мен соя соусына осылай жарты лимонды сығып салдым. Соя соусына лимон қоссаңыздар, осылай ерекше әдемі дәм береді. Лимон жоқ болса, қоспай қойсаңыздар да болады. Және де осылай лимонды, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қабығынан ажыратып та мен салатқа салдым. Егер сіздер ұнатпасаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады. Және де дәміне қарай осылай тұзымызды және де кішкене ғана сұйық майымызды құйып, үстіне соусымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Жасап жеңіздер, дәмі ерекше әдемі болды. Бір жасағаннан тез желініп кететін салаттардың бірі. Және де видео ұнаса, лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар достар. Видео ұнаса, поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісінде жақындарыңызбен бөлісіңіздер достар. Поделиться батырмасын басып, WhatsApp'пен бөліссеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап жеңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да тағам түрлері шығып отырады.